Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Құрметті оқушылар, біз сіздермен 3-ші тоқсанды қиял әлемі бөлімінен бастаған болатынбыз. Осы бөлімді сіздермен аяқтадық. Енді бүгін бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазбақшымыз. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Мәтіннің мазмұнына қатысты қосымша ақпаратты анықтайды. Зат есімдердің мағыналық түрлерін жалғаулар арқылы қолданады. Бұл бағалау критерийлері. Құрметті оқушылар, мұқият тыңдап отырыңыздар. Мен сіздерге екі мәтінді де оқып беремін. Бірінші мәтін: қиялмен көмкерілген шындық. Көркем әдебиеттегі автордың қалауына сәйкес өмірлік шындықты түрлі тәсілдермен жаңғыртатын магикалық кристалл туралы Пушкин заманынан бері айтылып келеді. Өмірде болмайтын жайларды көркем образдар арқылы жаңаша бейнелеп, дүние бейнесін қайта құрып, оған төтенше, оқырманға таныс емес түр беретін әдеби амал көркемдік ойдан шығарудың бір түрі. Жалпы, көркемдік қиял, ойдан шығару әдебиеттің ажырағысыз белгілерінің бірі десек, әдеттегіден бөлекше бейнелеу осы көркемдік ойлаудың, көркем шарттылықтың ең жоғары сатысы, яғни шындыққа сәйкеспейтін құбылыстардың поэтикалық шындыққа айналуы. Қиял шығармашылық еркіндік көрінісі, негізінен романтикалық ирония бастауларының бірі болып табылады. Онда көбінесе дүние қияли сипат алып, автордың қалауымен һәм қиялымен жаңа қырынан көрінеді. Екіге жарылып, өңі айналдырылып, фантастикаға ұласып отырады. Мұнда оқиға құбылыстар қияли көрінеді. Қандай да бір нақтылықтан адаланады. Онда көптеген ғажайыптар орын алады. Екінші мәтін қиял деп аталады. Қиял дегеніміз сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңғыртып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс. Барлық жан қуаттарын, рухани күштерді тек қиял ғана өзіндік сақталатын төзімділік пен заттарды модельдендіре алады. Әл-Фараби. Адамда қиял пайда болған кезде ми қабығында бұрын жасалған уақытша байланыстар түрлі комбинацияларға түседі де, жаңа нәрселердің бейнесі туып отырады. Уақытша байланыстарды қайта жасап, өңдеу процесінде екінші сигнал жүйесі шешуші рөл атқарады. Енді балалар, осы тыңдаған мәтіндеріңіз бойынша сіздер осы мәтіндердің идеясын жұптарыңызбен талқылайсыздар. Содан кейін мынандай көрсетіліп отырғандай сызба сызып, сол жақ бағанаға негізгі ақпаратты, оң жақ бағанаға қосымша ақпараттарды жазасыздар. Яғни бірінші мәтіннің негізгі ақпаратын және қосымша ақпаратын анықтап алғаннан кейін, екінші мәтіннің негізгі ақпараттары мен қосымша ақпараттарын жазасыздар бағаналарға. Екінші тапсырма. Құрметті оқушылар, бұл тапсырмада сіздер мына беріліп отырған суреттер бойынша әңгіме құрастырасыздар. Жалғаулар арқылы зат есімдердің мағыналық түрлерін қолданасыздар. Яғни бұл жерде сіздер әңгіме құрастыру барысында тұтас бір желіде әңгіме жазуларыңыз қажет. Яғни мысалы, мына суреттегі балаға аты қоюларыңызға болады. Мысалы, Саян деп алайық. Саян бала кезінен ғарышкер болуды армандайтын. Ол өзінің армандарын үнемі дәптерге жазып жүретін. Оның анасы да оған сенім артатын. Ғарышкер болу оның тіпті кейде түсіне де кіретін деген сияқты әңгіме құрастырасыздар. Әңгімені жазу барысында сіздер міндетті түрде құрылымын сақтайсыздар. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім.
Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша идеясын анықтағандарыңызға 1 балл, негізгі ақпараттарды таба алғандарыңызға 1 балл, қосымша ақпараттарды таба алғандарыңызға 1 балл беріледі. Екінші тапсырма бойынша сурет желісі бойынша кейіпкерлерді қатыстыра отырып әңгіме құрастыра алғандарыңызға 1 балл, жалғаулар арқылы зат есімдердің мағыналық түрлерін қолдана алғандарыңызға 1 балл және құрылымын сақтағандарыңызға 1 балл беріледі. Бұл жерде кіріспе бөлімін сақтағандарыңызға 1 балл, негізгі бөлімді сақтағандарыңызға 1 балл, қорытынды бөлімді сақтағандарыңызға 1 балл беріледі. Жалпы сауатты жазғандарыңызға 1 балл беріледі. Жалпы балл саны 9. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.